сүресінің 17 аятынан бастап 24 аятына дейін аяттар түседі. Духан сүресінің 17 аятынан бастап 24 аятына дейін түседі. Оның аяттарының мағынасы мынандай: бірақ олар Құран кәрім мен қайта түрлі мәселесіне күмәнданып, сені мазақ еткен еді. Ондай жағдайда ей Хабиб, көктен ашық түтін әкелетін күн бақыла дейді. Сол кезде олардың аштықтары сондай болған, бір түтін сияқты бұлттың орнына түтін келген еді Меккенің үстіне. Ол дейді сондай қатты азап алып келген еді. Олмен қосып Меккеге шөптерін бәрін күйдіріп, аспаннан жауын ашпаған еді. Ол түтін барлық адамдарды басады. Бұл өте жаман азап еді. Ей Раббымыз, бізді бұл азаптан құтқара көр, біз иман келтірейік деді дейді Духан сүресінде. Бағана айтып жатыр дейді. Оларды ғибрат алу қайда дейді. Оларға ақиқатты түсіндіретін бір пайғамбар келсе де, одан теріс айналды. Яғни олар бағанағы қатты қиналған кезде ғана Алланы іздеді дейді. Алла олар проблеманы шешкен кезде, қазіргі заманда тура адамдар сондай ғой. Басына бір іс түссе ғана, ойбай-ау, бисмилля деп намазға жығылып мешітке келе бастайды. Аны істері біткеннен кейін, қайтадан орнына қалпына келгеннен кейін, жоқ, намазда жоқ, мешітте жоқ. Оған үйретілген жынды дейді. Бұл азапты, түтін мен ашықты біраз немесе біраз уақыт олардан аламыз. Алайда сендер тағы да күпірліктен қайтасыңдар. Күпірліктеріңе қайтасыңдар. Қатты азапты оларға жіберетін күні дейді. Яғни Бадыр күні әрине біз олардан кегімізді аламыз дейді. Яғни бұлардың өстіп істеген істер үшін кек қай кезде алынады дейді? Бадырде алынатын болады. Олар өздері айтты, уәде берді. Абу Суфиян келіп не деді? Біз деген исламды қабылдаймыз. Мынау ашықтан бізді құтқара көрші деп айтты. Бірақ та ол нәрседен құтқарған жоқ. Енді Меккеде тағы не бар? Меккеде тек қана Хашимұлдары бар ма ислам келтірген? Жоқ. Абу Бақыр ас-Сыдық, Омар ибн ал-Хаттаб деген Абу Бақыр басқа рудан, Таим руынан. Анау Омар ибн ал-Хаттаб басқа рудан. Олар не істеп отыр? Олар барлық мал пұлдарын, ақшаларын, продуктылар алып, бағанағы пайғамбарымызға жіберіп жатты. Оны жарты жолдан бағанағы блокпосттардан өткізбей жатты. Сөйтіп бір күні Омар ибн ал-Хаттаб өзі блокпостқа өзімен алып бара жатып, бір түйенің тауарымен алып баратыр. Сөйтсе жанында осындай кішкентай баласы бар екен. Абдуллах бар екен. Сонымен Абдуллахпен кетіп бара жатса, ана блокпосттағы жігіттер тұр қылышпен: ей Омар, сені өткізбейміз, бұл жаққа саған кіруге болмайды деген кезде, Омар заланып айтады: ей, сендер мен кім екенін білесіңдер ғой дейді. Кім менің алдыма шығады, соның басын қазір иығынан алам дейді. Айырам дейді. Кім менің алдыма шығады. Аналар Омарды қорқады. Омардан қорқып жолды ашып жібереді. Сөйде жанында кішкентай баласы: әкетай, сен аналардың басын алатын бедің дейді, егер ол жол бермесе дейді. Балам дейді, оларға кейбірде осылай әңгіме айту керек дейді. Олар одан басқа тілді ұқпайды дейді. Бірақ та мен олардың басын алайын деген жоқпын дейді. Бірақ та өйстіп сөйлесу керек болды дейді Омар ибн ал-Хаттаб. Сөйтіп адамдар өздерінің қалай шанстары бар, ана кісілерге не жіберіп отыр? Тамақтарын кіргізіп жатыр, қолдарынан келгенше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жанындағы жүрген әйелі Хадиша анамыздың барлық мал дүниесі осы жерде таусылды. Бүкіл дүниені сол жердегі, ол кісі негізі айтып едік қой, Меккенің 1/3 бөлігін құрайтындай ақшасы мен дәулеті бар еді. Ол дәулеттің бәрін 10 есе, 20 есеге продуктыларды алып, адамдарды аштықтан құтқару үшін бір нәрсе істеп, оның бәрі бітті. Өздері де қу кедейге айналды. Осындай бір 3 жыл қиыншылық болып жатыр. Сол кезде Меккелік тағы да бір кісілердің жүректерінде не бар? Сондай бір сезімдер ұялып жатыр. Бір кісі тұрып түнде ұйықтап жатқан кезде барып біреуге айтады: ей, сенің ана жақта нағашың жатыр, өзің туған әпкең жатыр, туған әпкеңнің балалары шырылдап жатыр, сен болсаң қалай бұлай ұйықтап жатасың дейді. Абул Бухтари деген кісілер өздері сөйтіп әңгімені ақырындап бастайды. Сөйте тұрады: мен жалғызбын ғой, мына жақта мүшриктер көп, мен не істеймін деген. Сен жалғыз емессің, мен бармын деп айтады. Ертең Қағбаға барып осы әңгімені айтайық дейді. Ей, мен 2 адам болып баруға духым жетпейді дейді.
тағы бір адамды алып кел, одан кейін сөйлесеміз дейді. Жарайды дейді, мына кісі барып тағы бір кісіге барып айтады: ей, сен туысқаның жатыр ғой ана жақта, аш қаш, бәрі қырылып жатыр, сен болса үйде рахатта қалай жатасың десе, анау айтады: мен не істеймін, мен жалғызбын ғой деп айтады. Сен жалғыз емессің, ана жақта Әбу Бұхтайр бар, мен бар, енді сен болдың, үшеуміз болдық. Сөйтіп ақырын адамдар жиналып бір жерге барып, бір таудың түбінде кездеседі. Келесі күні барып айтады: ертең Қағбаға барып, анау бүкіл Абу Жахилдер, барлық дөкейлер Қағбаның жанында жүрген кезде біреуің тұрып, мен бастаймын дейді сөз. Ей, қандай қатыгез адам едіңдер, анда адамдар аштан қырылып жатыр. Соған біреулерің болса өзің туысқандарың ғой. Не болды соншама деп мен айтамын. Сол кезде сен аш етінен тұрып, сен айтасың дейді. Рас айтасыңдар, бұлымыз біздікі дұрыс емес деп. Онан кейін тұрып сен айтасың деп. План құрған ғой да үшеуі. Не істеу керек еді, ана адамдар бір нәрсе көмектесейік деп. Сөйтіп келесі күні Қағбаның алдына кіріп, сол кезде ана адамдар бүйтіп отқан кезде, жаны өтіп жатқан кезде, анау орнынан тұрып айтады: ей, не болдыңдар соншама, ана жақтағы өздерің туысқандарың, нелерің, адамсыңдар ғой сендер де. Аналарды өлтіретін болдыңдар ғой бәрі аштан. 3 жыл болды ғой дейді. 3 жыл сөйткен. 1 жыл емес, 2 жыл емес. Кішкене адамның ақылына келетін нәрсе ғой деген кезде аш етінен тұрып алып мынау айтады: маған не көрінген дейді Абу Жахил. Абу Жахил өте ақылды адам ғой. Сөйтсе ана екінші адам тұрып алып: бұл рас айтады, анау бұл маған деп, анау бағана келісілген бойынша айтып жатыр ғой. Сөйтсе мынау тұрып: мыналар бәрі келіскен дейді ғой. Мынау ақылды да. Мыналар бәрі бір жерден келісіліп айтылған әңгіме мынау дейді. Тыңдамаңдар оны дейді. Ана Абу Жахил. Үшіншісі тұрып айтқан кезде: точно айттым ғой дейді, аналар келісті деп айтады. Анау байғұстың үшеуінің планы орындалмай жатыр. Жалыңдар өзі, сендер біліп қойдық, короче. Сендер осындай өздерің бір жерде келісіліп, мынау кино ойнап отырсыңдар ғой мына жерде. Бір қызығы, осы кезде Алла Субхана тағала пайғамбарымызға Жәбірейіл алейхиссалам арқылы Қағбаның бұлардың алдындағы жазып кеткен, ана қолы салт болып қалған адам жазып кеткен письмо бар еді ғой. Мансур ибн Икрима жазған. Бисми роббика деп, яғни бір Алланың атымен бастаймыз дейді. Сол хаттың Алланың қалауымен ағаш құрты келіп, ол кездегі хат андай неде жазылатын, ағаш неде жазылатын ғой. Соны бір ағаш құрты келіп, ана хатты жеп сат дейді. Жеп, төбесіндегі бисми роббика деген, Аллахтан басқа деген сөздің бәрін жеп қойды дейді. Пайғамбарымызға осы нәрсені білдірген кезде пайғамбарымыз Абу Талибке айтады: көке, анау Қағбаның ішіндегі олар жауып, олар сол кезден бастап Қағбаны іліп тастаған болады. Сол кездің ішіне адамдар кірмейтін, ішіне арасында ғана бір адам барма деп бүйтіп, неге қарайтын, охраннан басқа ешкім кірмейтін ішіне. Сол кезде айтады: ана ішінде хат желінді дегенде: мен сені Мұхаммед Амин екеніне куәлік етемін дейді, шыншыл екенін. Бұл әңгіме рас болса, мен барам қазір Қағбаға дейді. Қағбаға барса, бағанағы у-шу болып отыр. Ана Абу Жахил аналардың ауыздарын өшіріп отыр. Сол кездегі Абу Талиб келе жатқан кезде елдің бәрі ойлайды: мыналар әбден титықтарына жетіп аштық. Абу Талиб Мұхаммедті беруге келе жатыр, қараңдар дейді ғой. Мұхаммедті тапсыруға келе жатыр екен дейді. Сол кезде Абу Талиб айтады: сендер егер ойласаңдар дейді, Абу Талибті, Мұхаммедті біз беруге келдік, оған армандамай қойыңдар дейді. Біз Мұхаммедтің алып келген нәрсесін, Мұхаммед Амин екенін, сенімді екенін біз куәлік етеміз. Яғни пайғамбарымыздың пайғамбар екеніне емес, Абу Талиб айтады, оның шыншыл екеніне дейді. Оның Алладан келетін уахи рас екеніне сендер де білесіңдер дейді. Оның бір дәлелі дейді, анау сендердің Қағбадағы ілінген жазуларыңды құрт жеді дейді. Егер сол Қағбадағы қағазды құрт жемеген болса дейді, біз Мұхаммедті соңғы қалған деміміз қалғанша қорғауға дайынбыз дейді. Сол кезде аналар жүгіріп барып, сенбесеңдер Қағбадағы қағазды қараңдар дейді. Анау бір айтады: мен кеше ғана көргем, тұрған ол қағаз дейді. Жүгіріп барып ішіне кірсе, Алланың қалауымен бисми роббика деген жазудан басқаның бәрі, олармен қыз алыспаймыз, оларға қыз беріспейміз, олармен сауда жасамаймыз, олардың көңілін сұрамаймыз, олармен бүйтпейміз деген жазуға қол қойған үлкендердің бәрі. Қолы да сол бағанағы документте жоқ болып тұр ғой. Былай айтқанда, печатымен, документмен, адамның қолдарымен Алла Субхана тағала жоқ қылып жіберген ғой.
Сендердің документтеріңде жоқ, қолдарында қойылған нәрсе жоқ дейді. Сөйтіп Аллахтың қалауымен 3 жыл болған бойкот сол жерде тоқталады. Сол кездегі бағана әрең отырған туысқандар қолдарында жоқ, келісім шарты да жоқ, ештеңке де жоқ. Оларды кіргізуге біз ешқандай тыйым жоқ. Кірсін деген кезде бағана Абу Жахилдар деп ауыздарын аңқайтып қалады. Ана кісілердің бәрін қайтадан Меккеге кіргізеді екен. Осындай бір қиын қыстау заманнан өтті. Енді осыдан кейінгі келесі бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айды екіге бөлу туралы оқиғасы болады. Кәдімгі аспандағы біздің ай бар ғой. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екіге бөледі. Қазіргі кезде астронавттар да, басқа адамдар да сол айдың бөлінген жеріндегі кәдімгідей ізі бар. Кәдімгідей жердің ортасына бүйтіп бөлінген землетрясение сияқты бүйтіп айналасына дейін полностью айдың сызығы бар дейді. Бұрын жарылып қайтадан қосылған. Сол қандай мақсатта қай кезде жарылды және қандай болған оқиға туралы Алла нәсіп қылса ертең айтамыз.